Ақиқат ауыз күйдіреді. Шындықта шекара болмайды. Адам күліп тумайды, туа сала күлмейді. Үйренеді күлуді, бірақ күліп өлмейді. Адам жылап туады, жатады жұрт жұбатып, және жылап өледі, өзгені де жылатып. Жылайтыны туарда жамандар бар қинайтын, жылайтыны өлерде жақсылар бар қимайтын. Қалада туған бала көкжиекті көрмей өседі. Шындық ұстарадан өткір, не қолыңды кесет, не жолыңды кесет. Кедейлік шынықтырады, байлық қызықтырады. Қасқыр қасқырға шаппайды, жылан жыланды шақпайды. Ақиқат жылатады, өтірік жұбатады. Қайғырғанда қанат керек ұшатын, қуанғанда құйрық керек қонатын. Адамның шашқаны емес, тергені, алғаны емес, бергені қалады. Адам алысқа қараймын деп жақындағысын көрмейді. Дүние мүлік, әсіресе байлық көздің құрты. Ал сол байлықтардың ішінде кітапқа жететін бірдеңе бар дегенге өз басым сене алмаймын. Билік құмарлық, мансапқорлық, шен құмарлық бұл негізінен адамның өзі тауып алатын дерт. Пенделер әр уақытта өз елін ойламайды, өзегін ойлайды. Шындықтан қашқан шырғалаңға тап болады. Ақиқат аямайды, өтірік аялайды. Ақиқаттың өзін өтіріктің аузымен айтады. Адамдарды жақындастыратын жақсылық. Ұл ақылды қош көрмес, ата үлгісін көрмесе. Қыз жарыты бас бермес, ана үлгісін көрмесе. Мақсаты кішіден үлкендік шықпайды.